Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті тағамдарымның бірі өте дәмді гуляштың рецептісін ұсынамын. Тағамға етті қосып пісіргеннен гөрі еттің өзінен бөлек гуляш дайындаған бұл әлдеқайда өте дәмді. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ұнды құрғақ қызған табада 2-3 минуттай қуырып аламыз. Егер сізде кәдімгі бидай ұны болса, онда ол 2-3 минутта қызарады. Сол қызарғанша қуырамыз, бірақ қатты күйдірмейміз. Менде диеталық сұлы ұны, ол менде қатты қызармайды. Мен 2-3 минуттай уақытқа қарап қуырып алдым. Енді келесі қажетті ингредиенттерді турауға кірісеміз. Пиязды ұсақтап тураймыз. Сиыр етін қатты үлкенде емес, қатты ұсақта емес, орташа қылып тураймыз. Табаны алдын ала қыздырып аламыз. Үстінен зәйтүн майын құйып, май әбден қызған соң туралған еттерімізді саламыз. Шамамен 10-15 минуттай әбден қуырамыз. Енді шамамен 20 минуттай еттің өзінің суына бұқтырып пісіреміз. Еттің суы тартылып әбден қуырыла бастағанда, үстіне туралған пияздарымызды салып қуырамыз. Қалауыңызша сарымсақты да қосуға болады. Барлығын асықпай жақсылап араластырамыз. Үстінен бір ас қасық томат пастасын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді қалауыңызша дәміне қарай тұз, бұрышын және дәмдеуіштер қосамыз. Мен қара бұрыш және паприканы қостым. Барлығын жақсылап араластырып болған соң үстінен ыстық су құйып, 1 немесе 1,5 сағатта ет әбден піскенше пісіреміз. Ет піскен уақытта манағы қуырылған ұнға үстінен су құйып, жақсылап араластырамыз. Егер қою болып жатса, қайтадан үстінен су құямыз. Оның түйіршіктері қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Ет піскен соң үстінен жаңағы ұн араластырған суды құямыз және жақсылап араластырамыз. Егер қатты қою болып кетіп жатса, онда үстінен ыстық су құйсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, 2-3 минуттай бұқтырып қоямыз. Болды, өте дәмді гуляш дайын. Менің ең сүйіп жейтін тағамдарымның бірі. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Гарнирді өз қалауыңызбен таңдауға болады. Мен көбінесе пюре немесе күрішпен қосқанды жақсы көремін. Үстінен кез келген көк шөп қосып жіберсеңіздер, тіпті тамаша. Дәл осылай дайындап көрсеңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.
Видео ұнаса міндетті түрде лүпіл басып пікір қалдырып қойыңыздар. Осындай дәмді әрі оңай рецепттер жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерді бұйырса алда әлі де тамаша рецепттер қуантады, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Ас болсын.